Онкологиялық ауруды сәулелі әдіспен емдеу қалалық онкоорталығында қолжетімді болды. Мұнда 350 орынға шақталған радиологиялық корпус ашылды. Оның жұмысымен қала әкімі Бауыржан Байбек танысты. Ол тұрғындарды скринингтік тексеруге және медициналық қызметкерлердің ашықтығына баса назар аудару қажеттігін айтты. Разъяснять, быть открытыми. Халыққа барлығы қолжетімді болу керек. Медициналық қызметкерлер ашық болу керек. Елбасы қажетті жағдай жасады. Медицина сапалы болу керектігі әрдайым айтамыз. Міне, қазір жаңа ғимаратқа келіп тұрмыз. Құрал жабдықтың барлығы қымбат. Аурухана, емхана көптеп салынып жатыр. Мәселен, жедел жәрдем қызметі туралы айтатын болсақ, 6 сағат ережесі бойынша 20 минутта жетеді. Барлығы жасалып жатыр. Бірақ жұмыс тиімділігін жетілдіру керек. Жаңа корпуста сәулелі диагностика және терапия, иммуногистохимиялық зерттеу зертханасы және 60 орынға шақталған стационар жұмыс істейді. Қымбат құрал жабдық ісікті өзге ағзаға зиянын тигізбей сәулемен емдеуге мүмкіндік береді. Бүгінде 3 өлшемді сәулелі терапияның 800 сеансы жүргізілген. Это самый современный лучевой ускоритель. Бұл еліміздегі ең заманауи үдеткіш, қауіпсіздігі өте жоғары, жіңішке және жалпақ түйін қарастырылған. Аппарат науқастың тыныстану кезінде ісіктің қимылын бақылауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ аталған құрал жабдықта компьютерлік томограф орнатылған. Осы арқылы сәулемен емдейтін орынды қажетті сеанстан бұрын анықтай аламыз.